Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауатташу сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы ж дыбысы мен әрпі. Алдымен жұмбақ шешіп алайық. Сумағындаған тілі бар, тілі ішінде уы бар. Ол не балалар? Дұрыс айтасыңдар. Ол жылан. Келесі жұмбаққа назар аударайық. Тырс-тырстамады, сайға қарай ағады. Жұмбағымыздың жауабы жаңбыр екен балалар. Дұрыс таптыңдар. Келесі жұмбаққа назар аударайық. Күндіз тығылады, түнде қыдырады. Ол не екен? Дұрыс айтасыңдар балалар. Ол жұлдыз екен. Жарайсыңдар. Ендеше жұлдыз, жаңбыр, жылан сөздері қандай дыбыстан басталып тұр? Ж дыбысынан екен. Ж деп 3 рет айтайық. Ж, 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 ж. Балалар, ж дыбысы дауыссыз дыбыс. Өкпеден шыққан ауа кедергіге ұшырайды. Ж дыбысы сөздің басында және ортасында кездеседі. Ж дыбысы дауыссыз дыбыс болғандықтан көк түспен белгілейміз. Ал енді балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Ж дыбысынан басталатын сөздер дейді. Ж дыбысынан басталатын сөздерге назар аударайық. Жолбарыс, жылан, жіп, жүзім, жұмыртқа, жаңғақ, жапалақ. Енді осы сөздерді буынға бөліп көрейік. Жол, барыс, жылан, жүзім, жаңғақ, жұмыртқа. Жұмыртқа сөзінде қанша буын бар балалар? 3 буын бар екен. Яғни 3 дауысты дыбыс бар. Жапалақ. Қанша буын бар? 3 буын бар. Себебі, дұрыс айтасыңдар, себебі 3 дауысты дыбыс болғандықтан 3 буын болып тұр екен. Жаңғақ сөзін буынға бөлейік. Жаңғақ. Дұрыс айтасыңдар. 3 буын бар, 2 буын бар екен. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Суреттер сөйлейді. Суретте қандай бала балалар? Жаман бала. Не себепті жаман бала деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Табиғатқа зиян келтіруге болмайды. Ағаш бұтағын сындыруға болмайды. Яғни, бұл жаман бала екен. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Ал балалар, суреттен кімді көріп отырсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Не себепті жақсы бала деп ойлайсыңдар? Жарайсыңдар. Себебі бұл бала ағаш отырғызып, табиғатқа өз пайдасын әкеліп отыр. Жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, сергіту сәтін жасайық. Көп отырып шаршадық, қозғалуды аңсадық. Жүгіргіміз келеді, әдемілеп ән салып. Келесі біздің тапсырмамыз дыбыстық талдау. Суретте нені көріп тұрсыңдар? Туды. Дұрыс айтасыңдар. Бұл Қазақстанның туы. Ал енді осы туды басқаша қалай атаймыз? Дұрыс айтасыңдар. Жалау дейміз. Жалау сөзін буынға бөліп айтып көрейік. Жалау. Жақсы. 2 буын. Не себепті 2 буын? Себебі 2 дауыс дыбыс бар екен. Жалау сөзіндегі ж дыбысы сөздің қай жерінде кездесіп тұр? Басында екен. Жарайсыңдар. Келесі суретке назар аударайық. Қандай сан? 7. 7 саны қай дыбыстан басталып тұр? Ж дыбысынан дейді. Дұрыс айтасыңдар. Ж дыбысы қандай дыбыс? Дұрыс айтасыңдар, дауыссыз. 7 сөзінде неше дауысты дыбыс бар екен? 2. Яғни 2 буын бар екен. Жарайсыңдар.
келесі сөздерді оқиық. Жаға, жалау, жасыл, жаса, жасау, жайлау, жақсы, жаман. Балалар, бұл сөздердің барлығы қандай дыбыстан басталып тұр? Дұрыс айтасыңдар. Ж дыбысынан басталып тұр. Ал балалар, келесі дәптерімізді ашайық. 1, 2, 3 бойға жинап күш. Дәптерді ашайық, қолға қалам алайық, әдемі етіп жазайық. Дәптерімізді ашып, көлбеу қояйық. Әріпінің бас әріпі. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай доға сызықты үлкен жол ортасынан айналдырып, төмен тартамыз да, жазу жолының төменгі сызығына тигізе, доға сызықты сәл көтереміз. Жазу жолының жоғарғы сызығының доға сызықпен қиылысқан тұсына қаламыңды. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Кәне, бүгінгі сабақта жасыл ұнады дегендерің маған бағдаршамның жасыл көзін көрсетіңдер. Маған әлі де түсініксіздеу дегендерің сары түсін көтеріңдер. Мен ештеңе түсінбедім деген оқушы болса, қызыл түсін көрсетіңдер.